Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода үй жағдайында пигоди жасап үйренетін боламыз. Өте дәмді, сондай керемет болып көтеріледі, және де ортасы да сондай керемет болып шыққан, дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Таза табағымызға жылы суымызды құйып алдық, оның үстіне тұзымызды салып, араластырып, және де ашытқымызды саламыз. Менде құрғақ ашытқы болғандықтан оны көтерілуін күткен жоқпын. Жақсы көтеріледі, сондықтан араластырып, үстіне ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Мен алдымен шанышқының, кейіннен барып қолдың көмегімен осындай қамыр илеп шығардым. Мінекей ашытып біттік, енді жылы жерге бетін жауып қоятын боламыз, көтерілуін күтеміз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ет қажет болады. Мен жылқының етін алдым. Сіздер кез келген етті қолдана аласыздар. Осылай кубиктап, майдалап тураймыз. Барлығын осылай турап алатын боламыз. Мінекей осылай етімізді турап алдық. Енді жақсылап қуыратын боламыз. Сковородкамызға майымызды құйып, қызғаннан кейін етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Пиязын да осылай кубиктап турап алатын боламыз. Барлығын осылай кубиктап турап, және де біздің қуырылып атқан етімізді чытырлаған кезде қосып, бірге қуырып алатын боламыз. Қызарғанша қуырамыз, және де картошкамызды да осылай кубиктап турап, үстіне апарып салатын боламыз. Барлығын осылай кубиктап турайтын боламыз. Керемет болып шығады. Мінекей пиязымыз жақсы қуырылды. Енді үстіне картошкамызды салып, жақсылап қуырамыз. Картошкамызды қуырғаннан кейін үстіне тұзымызды, және де қарабұршымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да бетін жауып пісіріп алатын боламыз. Мінекей қамырымыз ашыды, ұнмен жақсылап басып, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мінекей достар, фаршы дайын болды. Енді кішкене ғана суытып, осы ортасына салатын боламыз. Қамырды мен оқтаумен жаймаймын, тек қана қолмен осылай бассаңыздар болады, болғаны. Мінекей кішкене ғана осылай басып, ішіне фаршымызды салып түйетін боламыз. Тестасын осындай домалақ етіп қойып қойған кезде бізде кішкене ғана көтерілді. Енді күтудің қажеті жоқ, осылай барлығын түйе беретін боламыз. Бізде ішіндегі фаршы жылы болғандықтан өте жақсы көтеріледі. Неке бір түйгеннен мен қайтадан екінші қайтара осылай түйіп шығатын болам. Осылай түйсеңіздер де болады. Өте керемет болады.
мінекей барлығын осылай түйіп алып мен осы монтоваркаға жайғастырдым. Тығыз салудың қажеті жоқ, бұл қазір көтеріледі. Мінекей дайын болды, пісіп шықты, өте керемет болып піскен. Тарелкамызға салып аламыз барлығын, және де қасына соус дайындасаңыздар болады, болмаса осылай кетчуп пен майонезбен жесеңіздер де өте әдемі болады. Және де бізде корейский салат бар ғой, сәбізден жасалатын, сонымен де жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Мінекей майонез екеуінен осындай усыл жасап осылай ұсынсаңыздар болады. Қасына мен қияр мен помидордан осындай салат жасап қойдым. Мінекей ортасын ашып көрсететін боламын. Керемет сондай дәмді болып шыққан. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бұған Келинка Майра Құлан. Сіздерге көп рахмет.